Сәлем барлықтарыңызға. Уже 10 рет жазып жатырмын, шынымды айтайын, шаршап кеттім. Бүгін тұра сап ойыма ужинға не пісіремін деген сұрақ келді. Көп әйел адамды миын шіртіп жіберетін сұрақтың бірі, мен де миымды шіртті, тұра сап көзімді аша салып. Еще қатты заморачиваться еткім келген жоқ. Сондықтан үйдегі бар тауығымды шығардым, картошкамды аршып дайындадым. Майға қуырып, майдың хош иісі аңқып жүргім келген жоқ. Тауығымды осылай бөлшек-бөлшекке средний размерде бөліп алдым. Орталарындағы еттердің арасы піспей қалмасын деп кішкене пышақпен ашып турадым. Және оны турап болған соң таза доскаммен пышағымды алып картошкамды турадым. Картошкамды да средний размерде тезірек піссін деп, ортасы піспей қалмасын, көтеріліп тұрмасын деп турап алдым. Артынан сарымсағымды турадым. Айтпақшы, біз жақта, яғни мен өскен семьяда біз пиязды, жуаны, сарымсақ деп айтамыз. Неге екенін білмеймін. Сіздер жақта қалай атайсыздар, жаза кетіңіздер. Сосын осындай үлкен ыдысымды алдым да ішіне туралған картошкамды, пиязымды және тауығымды қосып, үстіне қоса алатындай приправаларымды іздедім. Қосатыным майонез, картофельге арналған приправа және куркума. Паприка болғанда оны да қосушы едім. Майонезден үлкен қасықпен 3-4 қасық қостым және барлығын жақсылап тұрып араластырдым. Барлық жеріне тиісін, приправаларым дәмі келсін, тұзы келсін деп. Бір шай қасық толтырылған тұз қостым. Арнайы пергамент қағазы төселген духовканың ыдысына осылай бәрін әдемілеп жұқалап салып шықтым. Астыларында қалып, әйтпесе піспей қалған кездер де болған. Осы запеканканың ішінде пияздың көп болған өте жақсы көремін, себебі сочный болып піседі. Духовкаға 200 градусқа 45 минутқа қойып алдым. Осылай бәрі езіліп, тәтті болып шықты. Көбісі негізі осы тамақты жасайды деп ойлаймын. Бұл менің енді рецептім. Егер ұнаса, осы рецептпен жасап көріңіздер. Дәмі тіл үйреді. Ас болсын.